Қайын сіңлісі келінін жақтыртпады. Екінші бөлім, бірінші бөлім аккаунттан көре аласыңдар. Тұрайын, сағат 11 болып қойыпты ғой. Той жаңа үй көшіп алғанымыз жақсы болды. Ағам да жақсы болды, бірақ келінімді ұнатпаймын ше. Барып жуынып алайын. Қарындасым келсейші тамаққа. Ой, бля. Бүгін апақшаға кетер екен ғой. Кетіппін ғой. Блин, жеңшеммен қалам ба не? Ой, бля. Қарындасым, баратырмын. Блин. Жеңшем қайда? Ол жеңшең не жуынып жатыр. Қалай жуынып жатыр? Ерте тұрып тамақ дайындамай ма? Қазір дайындап салшы. Ой, кешіріңдер, кел тамаққа отыр. Инстаграм. Болыпты. Ағам тез шақыршы. Жарайды. Қазір. Ой, қарындасым, ас болсын. Рахмет аға, сіз бүгін жұмысқа барасыз ба? Я, сол бүгін жұмысқа барам. Сендер үйде қаласыңдар екеуің. Или өзің шопинг жасап қайтасың ба? Өзің білесің. Не ғой, менде шопинг жасайын деп едім, ақша берші. Қанша теңге берейін? 50 000 теңге жетеді. Бопты, қазір аударып жіберем. Аға, қоя тұрыңыз. Не болып қалды қайынсіңлім? Бірдеңе айтайын деп пең? Я, айтамын. Неге соған бере бересіз, неғып маған бермейсіз? Осы косметика алуға ақша бермейсіз. Енді сенің жасың 17-18 аралығында ғой, саған әлі косметика қолдануға болмайды ғой. Болады, мен косметикам бар, бірақ жарты косметикам люкс, мен оригинал косметика алғым келеді ғой. Бірші, өмір істесіз ғой, неғып мен жеңшеме ғана ақша бере бересіз. Енді ол әйел кісі ғой, еще ол үлкен енді. Не бала да туған жоқсыздар, қалай бөлек шығып кете бересіздер? Маған ақша беріңізші, маған косметика алуға. Берсеңізші, онда қойыңызшы, керек емес болды. Ойбай, кешір, жаным. Жоқ, қойыңыз, жаным. Өтпейді ұш. Кеттім, отырым. Өмір істеді ғой. Енді кетші бар. Ренжі кет қалған не? Сен оның атынан бармай тұрасың. Барам мен. Қоя тұр. Нем, кім еді? Атын кім еді? Қарындасым қоя тұр. Кетіңізші бар. Өле, жындыма. Маған ақша берсе не істеймін? Мен жасым 23-те ғой. Бөлеші кеттіңдер деймін. Бөлеші жол керек қой бізге. Бірше. Қайынсіңлімнің чортамен жақсыртпайтын сияқты ше. Бірақ 1 жыл болды ғой жүргеніме. Онда мен қайынсіңлімнің, ой, қарындасыма барып келейін. Қоя тұрсай, қойшы. Қарындасым, қоя тұршы. Не болып қалды, аға? Қарындасым ренжімеші. Келме саған оданша өзіммен ақша аударайын, қазір саған аударып қояйын. Бопты. Қазір сендерге саған давайте. Қазір Каспимен аударып берейін. Так, келінге 5 теңге, мен келіншегіме, то есть әйеліме 50 000 теңге берем, саған 50 000 теңге берейін. Ой, жақсы болды. Аға, одан да маған карточкаңызды бере салыңызшы. Бопты. Ала ғой, карточкаңызды саған бере салыңыз. Бірақ көп затама жайма. Бопты, карточка бермей қойын. Наличка ала ғой. Рахмет. Енді жазасын ба? Бірақ ана кімге жеңшемеше көп ақша бере бермеші. Неге ол да әйел ғой. Қойыңызшы, бермеңізші оған. Ой, білейін, бопты. Оған тек шопинг жасауға берем, саған да шопинг жасауға берем. Болды, рахмет. Ой, білейін, мен кеттім онда. Жан, давай. Давай, жан. Ертең кешке келем. Ахам, давай. Давай. Жан, уже кеттіңіз ба, не? Жақсы, жан, давай. Давай. Жарайды, мына жақты жинап тастайын. Так, қазір. Жинап тастайын аяқтан. Бірақ қайтан дастағы жайға жоған ежіше. Қойшы дастағы жайма басында. Кафеге бара салам мен. Так. Болдым. Енді барып шамал демал болсам. Жұмысын бәрін істейін деп шашып кеттім ғой. Таңғасымды қалай қалайшыды өзі. Ұйықтау.
Ағам уже кетіп қалыпты ғой. Жақсы. Мына келін не істеп жүр екен? Бас істемейді, осының бар емес па? Не істесем болады? Менің ағам тартып алды ғой осы. Қазір мен оған көрсетемін тартып алғанда. Так. Оның нелері бар еді ғой. Не еді? Бөлмесше састып жібердім деп көрсетемін. Ұйықтап жатыр ма? Ұйықтап жатқан сияқты кеттім. Жай барамын да қазір. Мен бөлмесін туалетке әлі ешкім кірмейді. Бірінші ағам туалетке кірген кезінде короче. Жоқ, давайте мен... Ой, блин, ұйықтап жатыр екен. Так, не істесем болады екен. Давайте мен несін састап жіберейін. Давайте. Қуанып тұрмын әлі ше. Прям. Әлі қуанып тұрмын емес па? Так. Састап жібермейін ба? Өзі де маған қайтармайын ба? Қазір ертең как раз обедте келеді да. Бүкіл сасып быт-шыт жатады. Жақсы кеттім. Так, сосын. Так. Естен болады. Жақсы кеттім, кете берейші. Міне шешемнің киімдері. Қазір мен саған көрсетемін. Давайте қызыл алайық. Қазір мен саған көрсетемін. Састып жібердім. Киімдерімді састыққан жоқпын. Киімдерім бәрін быт-шытын шығарып кеттім. Енді көрсетемін. Ертең азында маған шопинг жасау керек. Ой, мен жақсы барып ұйықтайын. Ұйықтап алайын. Ой, блин. Что-то жаман еш шығып кетті ғой. Үйде біреу жүргендей болды ғой, білмеймін де. Жақсы, туалеттен бірдеңе еш шығып жатыр ше. Қарашы. Что-то шығып жатыр. Сүйіп алайыншы барып. Аяқты кім сасып кеткен? Блядь. Жарайды, бопты, ертеңге шопингқа мен киімдерімді дайындап кеттім. Давайте кеттім. Кірейін ішке. Киім бәрі боялып кеткен ғой қызыл светке. Несіп тастаған қайын сіңілім. Бір. Мынаны точно қайын сіңілім істегенін білініп тұр. Киімдерім бәрі быт-шытын шығарып кетті ғой, ана бояп. Бір күшті киімдерім бар екен. Немен барам? Үсіп барам ба керімдік киіммен? Бір елу мың берді. Косметикаға да киімге де жетпейді. Не істейді екен ма? Косметикаға да жетеді енді, но бірақ киімге жетпей қалады. Ой, бір қайын сіңілім істеген точно мынаны ше. Кім істеген? Мен көрсеттім оған. Так, әлі біткен жоқ. Қазір мен оған банан қоямын. Так, банан қайда? Так, банан бар еді ғой бізде. Қазір мен саған көрсетем. Мен ағам тартып алдым ғой. Қазір мен саған ағам тартып алған көрсетейін. Так, не бар еді ғой? Нет, маймыл ше. Маймылдың андай несі болатын еді ғой. Кімнің есінде? Ана маймыл бар емес па? Сол маймылды. Короче, банан. Бір жақта банан жоқ. Мынаның ішінде жоқ бекен. Қазір көре салайық. Так. Миньондар. Точно жоқ екен, бір не істейміз енді. Қорқып кеттім ғой. Так, не істесем болады екен? Давайте компьютерді тастайын ба? Давайте. Күйбейтінде болсын да. Бұл компьютер негізі менікі, но бірақ шешем сындырды деп сен новинға балам. Потому что мына компьютердің жаны шығып кеткен. Так, давайте сындырып тастайын. Күйілген андай болады точно. Күйіктің еш шығып жатыр. Күйіктің еш шығып жатыр. Мынау күйіп жатса. Болды, мен енді так, жерді болғап тастайын да я. Так. Үйдің бәрін болғап суғып тастайын біз.
Су вообще андай. Су қатын қайда? Су қайда? Мен су қоятын едім ғой. Кеме тұрғанда тез су соғып тастаймын. Ана су соғып тастайтын. Міне тұр ғой, су соғып тастаймыз. Так. Болды, кеттім. Ұйықтайын. Енді саған осында көрсетем. Ұйықтайын. Блин, түнде ұйықтай алмай шықтым ше. Жердің бәрі су ғой. Бірақ күйіктің еш шығады. Что екінші этаждан ше көрейші. Фу, наяқ күйік сасып кеткен ғой. Бля. Мұнан ешкім көрмей керек. Мынаны мен соңғы рет отырған мен едім ғой. Бірақ қайынсіңлімнен барып сұрамасам болмайды. Кеттім барып сұрайын. Қайынсіңлім? Не болды? Неғып ұқтатпадыңыз? Сен білмейді ойлап қалдың ба? Бергел бері. Қандай бергел бері? Мына не күйік? Неғып күйдіріп тастадың? Бұл қымбат ғой. Мына ағам саған, ағам саған деп ғой. Күйем саған 300 мың, 400 мың теңгелік әперген ғой. Қымбат қой бұл. Мен новин алғым келеді. Сен сындырдың бұны. Мынау менікі ма? Мына неге сен сындырасың? Мен сындырған жоқпын. Сен сындырғанды білмейсің ба? Жүр бері. Мына неғып жердің бәрі су. Мен емес, су төгіп алдым. Жинай сал, ничего. Сосын мына немене бәлек киімдердің бәрі бычып кетті ғой. Бояп жібергенсің ба? Туалет неге сасып кеткен? Енді сенден туалеттеріңе мен кірмейтін шығармын. Сен тышып сасытып кеткен шығарсың. Қумашы, неғып өтірігін соғып тұрсың. Келсін осыдан күйеуім, айтып берем бәріне. Түсінің ба? Сен істеген айтам. Ағам саған сенет дейсің ба? Қарындасы кім, әйелі кім? Бірінші жаттап алсайшы. Мен қарындасымын. Егер мен бірдеңе айтсам, по-любому менікіне ғана сенеді. Сол үшін сен кете берсең неға? Сенбейді саған бәрібір. Еще как сенеді, мен айтам бәрін сөйтіп. Осыдан сенсін, сен алмайды саған, потому что сен бәрін алдайсың. Сосын саған сенбейді, алдында да шопингке ақша құртам деп, басқа нәрсе құрт жібердің, сосын кейін саған мүлде сенбейтін болып кеткен. Ол бұрындағысы қазір мен айтсам, маған точно сенбейді. Мен қарындасым, сен әйелісің, орныңды біл атак. Мен сені по-любому ағам айтам, түсінің ба? Сен істеді деп. Мен істеген жоқпын, неге